Ассалаумағалейкум. Менің атым Оразбеков Нұрсұлтан, жасым 13-те, жасөспірімдер арасында Қазақстан чемпионымын. Осы жылы Фуджирада бірінші болдым. Молодец, құтты болсын. Сіз таеквондоға қанша жасыңызда келдіңіз? Мен таеквондоға жалпы 5 жасында келдім. Әкем таныстырды спортпен. Сол 5 жасынан бастап осы жасқа дейін спорттамыз. Ең алғашқы жарысыңыз қай жерде болды? Ең алғашқы жарысым сол 5 жасында болды. Бірінші сынып оқитын кезімде. Ақтау қаласының чемпионаты болды. Ең бірінші жарыс чемпион атандым. Сізде жарыс алдында қобалжу болды ма? Иә, қобалжу барлық спортшыларда болады. Қандай деңгейде болсан да. Қобалжу деген ол бойға дейін болатын эмоция да. Бойға келдім, Даняңның үстіне судья файт деді, болды. Сол кезде қобалжу жоқ болып кетеді. Әлем чемпионатына қалай дайындық өтті? Әлем чемпионатына біз жарты жылдан көп дайындалдық. Ол кезде жасым 15-16 жасар балам. Жарты жыл бойы шетел аралап, Қазақстанда сборларда болып. Дайындық солай өтті, жарты жыл бойы үй көрмей, ата-анам көрмей солай өтті. Әлем чемпионатына қанша бой өткіздіңіз? Әлем чемпионатына жалпы 5 бой өткіздім. Барлық бой есімде емес, есімде қалғаны забрых полуфинал. Түрік спортшысымен шықтым, я, қателеспесем. Қиын бой болды. Счеты 30-32 болды, қателеспесем. Соңғы секундтарда ұтып кеттім. Екінші қиын бой финалда болды, орыс спортшысымен. Магомедов Шамиль деген спортшымен болды. Тоже счет 17-2 есебімен ұттым. Спортшыға қандай қасиеттер керек? Әлем чемпионы болу үшін күнделікті жаттығу. Бір сөзбен айтқанда еңбек және еңбек қой. Маған ең басты мотивация әке-шешемнің арманы болды. Мен Олимпиада чемпион болған қалады. Мен де арманым. Барлық спортшының арманы ғой. Олимпиада үшін бағындырып, көктем жел береді, әнұранымызды ойнатып. Ең басты мотивация маған сол. Ата-анам маған сенімділігі. Спортта нәтижені жақсарту үшін не істеу керек? Спортта нәтижені жақсарту үшін ең басты бапкерді тыңдау керек, ұйқым дұрыс болу керек. Күнделікті 2 мезгіл жаттығу болу керек. И визуализация дейді орысша, елестетіп білу керек та. Мысалы, жарысқа барасың, қалай чемпион болып жатқанында, бойдың қалай өтіп жатқанын елестетіп білу керек соны. Сіздің спорттағы кумиріңіз кім? Спорттағы кумирім. Ең бірінші кумирім карате спортшысы Ли Дэхун. Барлық спортшылар біледі оны, атақты спортшы. Қазір аяқтап кетті карьерасын. Сол кісінің бойларын қарап өстік. Сол кісіге еліктеп, тепкен ұдаларын қарап, соны қайталап. Жарыстың шығатын алдында қалай дайындаласыз? Жарысқа шығар алдын полный тренировкаға беріліп, күнделікті 2 мезгіл, 3 мезгіл тренировкалар болады. Дұрыс ұйқы, дұрыс тамақтану, салмақ қуу деген болады әр спортшыда. Бір 3 ай жарысқа 3 ай қалған кезде полный осындай режимде жарысқа дайындық болады. Және тағы да ең маңыздысы жарысқа барар алдын қарсыластарын белгілі болса, қарсыластарын зерттеп, қандай приеммен төбелеседі, қандай карон удары бар, соның бәрін зерттеп, соған контр ударлар дайындау ең басты. Спортта ең қиыны сізге не нәрсе? Спорттағы ең қиыны маған таңертең ерте тұру. Таңғы 6-та тұру, сағат 7-те тұру. Ең қиыны маған сол. Сіз өзіңіздің корона ударыңызды маған үйрете аласыз? Иә, әрине, кеттік көрсін. Ойбек, тұрыңыз бір. Мен сәңгіз өзім сүйікті ударымды көрсетемін. Аппар нәречай деп аталады. Стойка отырамыз, ашық стойка, жабық стойка разница жоқ. Аяғым созып, алда әдісімен аяғым созып, и басқа секіріп қой. Білесің оларды, иә? Мен сүйікті ударым, корон ударым есінде болады. Бой уақытысында аяғын созып алдайсың да, ішке блок қояды, сол кезде басқа көтеріп тіресің.